Тарих. 18 ғасырдың екінші жартысында Семей қаласына Еділ бойы мен Батыс Сібірден татарлардың алғашқы өкілдері келе бастайды. Олар көпес, қолөнерші және дала мен қала арасын жалғаушы саудагерлер ретінде танылып, өңірдегі сауданың дамуына және ағартушылықтың күшеюіне үлкен үлес қосты. Қаладағы беделді тұлғалардың бірі болған. Олар өз қаражатына мешіттер, мектептер, медреселер, мануфактуралар, бу диірмендері тұрғызып, қайырымдылық мекемелерін, театр труппаларын, футбол командасын, баспахана және өзгеде көптеген қоғамдық мәдени бастамаларды қалыптастырды. Татар қоғамдық орталығының құрылуы. 1989-1990 жылдары Махмуд Хамитұлы Абдулкаримов, Габдулгазиз Ғайнуддинұлы Ахмеров және Нұсхатбек Бариұлы Габдуллиннің бастамасымен Татар қоғамдық орталығының негізін қалаған ұйым құрылды. 1990 жылдың 6 наурызында қалалық халық депутаттары кеңесі атқару комитетінің шешімімен орталық ресми түрде Татар облыстық қоғамдық орталығы ретінде тіркелді. Ол тәуелсіз Қазақстандағы алғашқы ұлттық мәдени бірлестіктердің бірі болды. 1990 жылдың 21 наурызында облыстық драма театрының ғимаратында салтанатты құрылтай жиналысы өткізіліп, онда Махмуд Хамитұлы Абдулкаримов алғашқы төраға болып сайланды. Президиумның құрамы бекітіліп, ұйымның жарғысы қабылданды. Ансамбльдер мен шығармашылық бірлестіктер. 1988 жылы Габдулхак Габдуллаұлы Ахунжановтың бастамасымен қаланың нөмір 1 музыка мектебі жанынан балалар хоры бөлімі ашылды. Сол кезеңде Иртыш Моңғары, Истелек, Гүріләвек, Күңілі Балашақ, Илхам сияқты шығармашылық ұжымдар, сондай-ақ Туған тіл, Самавар янында, Ақ кәлфәк, Дуслық клубтары, балалар мен ересектерге арналған татар тілі курстары, Кішкене Апуш балалар клубы, Татар мәдениеті музейі және Жеті бұла татарлары газеті құрыла бастады. Бұл ұжымдардың әрқайсысы мәдениетті, тарихты және халықтық салт дәстүрлерді сақтаудың маңызды орталығына айналды. 1990 жылы татар мәдениетінің алғашқы фестивалі өткізілді. Өз ижатлары, музыкасы һәм сөзі ашалар туған тілге болған мәхәббәтні де, рухи бердәмлекні де жеткірділер һәм бүгінгіше тапшырып келелер. 1992 жылы Габдулхак Ахунжановтың бастамасымен Татарстаннан тыс ашылған жалғыз татар өнер мектебі жұмысын бастады. 2022 жылы алғашқы ертіс бойы сабантойын өткізу барысында мектепке Татарстан президенті Рустам Нұрғалиұлы Миниханов сыйға берген жаңа ғимарат табысталды. Салтанатты ашылу рәсіміне Татарстан Республикасы мемлекеттік кеңесінің төрағасы Фарид Мухамедшин, Татарстан премьер-министрінің орынбасары, бүкіл дүниежүзілік татар конгресінің төрағасы Василь Шайхразиев, сондай-ақ облыс басшылығының атынан әкім Нұрлан Уранхаев қатысты. Бұл оқиға облыс пен қаланың мәдени өміріндегі аса маңызды кезеңдердің бірі болды. Татар қоғамдық орталығы облыстық, республикалық және халықаралық іс-шаралардың белсенді қатысушысы. Орталық пен татар өнер мектебінің өкілдері жылдар бойы республикалық, облыстық және қалалық деңгейдегі қоғамдық және мәдени шараларына белсенділік көрсетіп келеді. Олар ірі республикалық іс-шараларға қатысып, Қазақстан Халқы Ассамблеясының тұрақты мүшесі ретінде өнерлерін абыроймен көрсетті. Татар қоғамдық орталығының өкілдеріне 2011 жылғы Азия ойындарының салтанатты ашылуында Қазақстан Халқы Ассамблеясының мерейтойлық бағдарламаларында Тәуелсіздік күні, Республика күні, Астана күні, Ақын Абайдың туғанына 150 және 180 жыл толуына арналған мерекелерде және республика мен өңірдің басқа да маңызды шараларында өнер көрсету сәті бұйырды. Олардың өнері әрдайым ұлттық көркем бояу беріп, Қазақстанның көп этносты мәдениетінің байлығын айқындайды. Татар қоғамдық орталығы келесі ескерткіштерді орнату мен ашудың бастамашысы болды. Семей қаласындағы Ертіс өзенінің жағалауында татардың ұлы ақыны Габдулла Дукайға арналған оның шүрәлі ертегілерінен экспозициялармен бірге ескерткіш. КСРО қаһарманы татар ақыны Мұса Жәлелге арналған ескерткіш. Халықтар арасындағы қонақ жайлылықтың, ізгіліктің және достықтың белгісі ретінде Қазан қаласында Тай Қазан монументі орнатылды. 2024 жылы БРИКС елдері саммиті аясында, сондай-ақ Татарстанда Абай облысының мәдениет күндерін өткізу кезінде Абай облысының татар диаспорасының арнайы сыйы қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы бюстінің салтанатты ашылуы өтті. Сол шарада Абай облысында Татарстан мәдениет күндерін өткізу туралы меморандумға қол қойылды. Семей шәһәрендә урнаштырылған хәйкәлләр янында татар үзеге ел сайын төрле мөһим шаралар үткәрә.
Алар арасында туган телне хөрмәтләү, җиңү көненә багышланган бәйрәмнәр, Габдулла Тукай һәм Муса Җәлилне искә алу һәм туган көннәре багышланган чаралар. Шулай ук күп санлы башка мәдәни һәм җәмәгать акциялар бар. Бу вакыйгалар халыклар арасындагы бәйләнешне ныгыта һәм татар халкының рухи мирасын саклауга ярдәм итә. Татар кугамдык орталыгы жыл сайын Казакстанның маңызды мемлекеттик және улттык мерекелеріне катышады. Соның ішінде Республика көне, Тәуелсіздік көне, Казакстан халкының бірлігі көне, Астана көне, Отан қорғаушылар көне, Жеңіс көне, Наурыз, Абай көне, Халыкаралык әйелдер көне, Жаңа жыл және тағы басқалары. Олардың қатысуы бұл шараларға бай көп этносты қоғамда рең беріп, татар қауымдастығының өңірдің қоғамдық және мәдени өміріне қосқан үлесін айқындайды. Сонымен қатар, орталық татар ұлттық дәстүрлерін сақтап, насихаттауда маңызды рөл атқарады. Қала мен облыстың қонақтарына кеңінен танылған мәдени мерекелер мен шараларды ұйымдастырады және өткізеді. Сабантуй мерекесі, көктемнің келуін білдіретін қарға бұтқасы мерекесі, Ертіш Моңғары фестивалі, күзгі өнім жинау мерекесі Сімбілі, Қазумәсі, Юнус Ахмедзяновқа арналған татар аспаздық күні және басқа да мәдени іс-шаралар. Семейде жыл сайын жарқын мереке Сабантуй өткізіледі. Бұл мерекеде ірі концерттік бағдарламалар ұсынылып, облыстың барлық этномәдени орталықтары өз өнерін көрсетеді. Үздік балуандар мен спортшылар жарысады. Балалар байқаулары, ұлттық ойындар мен ойын-сауықтар ұйымдастырылады. Барлық қатысушылар татар ұлттық асханасының тағамдарымен сыйланады. Бұл мереке еңбектің, достық пен қуаныштың мерекесі ретінде Қазақстанның барлық этностарының өкілдерін біріктіреді. Семейде алғашқы Сабантуй 1991 жылы өткізілді. 1998 жылы республикалық Сабантуй өтіп, оған бүкіл дүниежүзілік татар конгресінің көшпелі отырысы қосылды. 2013 жылы Сабантуйға Татарстан Республикасының тұңғыш президенті Ментимер Шәймиев келді. Ал 2022 жылы алғашқы ертіс бойы Сабантуй өтті. Оған мыңнан астам әртүрлі этнос өкілдері қатысты. Салтанатты шараға Фарид Мухаммедшин, Василь Шайхразиев, сондай-ақ Абай облысының мемлекеттік және атқарушы органдарының өкілдері қатысты. Айрым игътибар рухани һәм ағарту эшчәнлегенә бирелә. Ураза һәм Корбан бәйрәмнәре үткәрелә. Даими рәвештә Тукай һәм Җәлил уку кичәләре оештырыла. Үзәкнең активистлары ел сайын татар телендәге халыкара диктантта катнашып, туган телнең үсешенә өлеш кертә. Шулай ук Татар яшьләре көне, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Себер татар яшьләре фестивале, Татарстанның эшлекле партнерлары дөнья форумында катнашалар. Өңірдің байлығы құнарлы жер. Олы ертіс пен облыстың шексіз даласы ғана емес. Оның шынайы қазынасы адамдар. Өңір тарихын өз еңбегі, таланты, даналығы мен ізгілігі арқылы жасап келген және жасап келе жатқан адамдар. Олардың мәдениет, ғылым, білім, өнер, өндіріс және облыстың рухани өміріне қосқан үлесі шын мәнінде баға жетпесіз. Осындай адамдардың арқасында ертіс өңірі дәстүрлер, шығармашылық және жаңалыққа ұмтылыстың үйлесімді тоғысқан аймағы болып қала береді. Йөрәкләре бір ритмда, дуслык, хезмәт һәм ватанга булган мәхәббәт ритмында тибеше бу кешеләрнең исемнәре Казакстанның бердәм язмышының кисәкчекләре булып санала. Бүген Семей қаласындағы татар кауымдастыгы ата-бабалардың дәстүрләрен хөрмәтпен сақтап, урпактарды биректереп, оларды отан мен өңірдің гүлденуі жолында шабыттандыра беруде.